Қазақ жазда жайлауда той думандатып өткізсе, ал қыс мезгілінде құспен, итпен саятшылық жасайды. Қазір қыс мезгілі, бізде сол ата-бабамыздың дәстүрі бойынша саятшылыққа шықпақпыз. Олай болса, бізбен бірге болыңыздар. Түсірілім топпен бұлай аңшылыққа шығуымыз алғаш. Ауыл аймақтардан 9 жігіт жиналды. Барлығы бұрыннан тазыларымен шығып жүргендер. Үлкені Мергенбай ақсақал. Ол кісі бала кезінен ат баптап, ит жүгіртіп саятшылық құрады екен. Осы аймақты 5 саусағындай жақсы білет. Сондықтан барлығымыз сол кісінің айтқанымен жүрдік. Екі топқа бөліндік. Бұлай істеуіміз алдымыздан кезіккен аңды қоршауға алу. Бұл әдіс құдды бір 17-18 ғасырдағы соғыс айласына ұқсағандай көрінді бізге. Тіпті мына жүрісіміздің өзі сол заманды көрсетіп тұрғандай. Тұмса табиғатта саф ауамен жүргенімізге шамамен 30 минут өтті. Әне міне дегенше алдымыздан алғашқы түлкі кезікті. Қазір ғана Мергенбай ағамыз түлкінің ізін көрді. Сол із бойынша жүріп отыр едік. Алдымыздан қазір алыстан түлкіні көрдік. Мергенбай ағамыз тазы иттерді алып, соларға шаба жөнелді. Ой болса бізде жылдамдап қуып жетейік. Біз жан-жағынан қоршауға алғанша аңшы иттер бірден аттанды. Алайда қу түлкі барлығымыздан айласын асыра білді. Ізінен де шатастырып кетті. Дәл осылай бірнеше түлкіге жолықтық. Алайда сәтсіз болды. Бұл бір жағынан жануардың табиғатта жүргені дұрыс деп түсіндік. Түлкі ұстаймыз деп қызығына қатты беріліп кетіппіз. Түс болғанда аңғармай қалдық. Енді екі топ бір жерге жиналдық. Міне осы жас балалар бірге жүріп міне қызықтап бағанадан бері сөйтіп жатырмыз. Енді ол аң деген аңға шыққаннан кейін ол әр нәрсе болады, әртүрлі. Кейде бұйырған, әлгі бұйырмаған бұттан кетеді дегендей, ондай да бағанадан бері көріп жатсыңдар. Ана жерден жылт етіп, мына жерден жылт етіп, тазы бір жөнді көріп қоймай жатыр. Енді кімге кіріп кетіп жатыр. Кейде сол тазаң азаннан шыққаннан кешке дейін жүріп, түк көрмейтін де жағдай болады. Қайта бүгін кішкене көріп, айғайлап, шапқылап сөйтіп жатырмыз ғой. Міне енді әлі де Құдай бұйырса боп қалар. Сәл үзіліс жасап саятшылықты ары қарай жалғастырдық. Мергенбай аға осы жолы топ болып емес, барлығымыз ұзын шеп құрып жүруді ұсынды. Бірнеше аңды қуаладық, әлі де қанжығамыз майлана қойған жоқ. Қазір енді тоғайдың ішінен қояндарды іздеп көрейік дедік енді. Түлкілер енді өте қу болады екен. Расымен де алдап өтіп кетіп жатыр бізді. Бұл жолы ұзақ жүрмедік. Оң жағымыздағы жігіттер шуласа жөнелді. Тура бір ашық айқасқа түскен сарбаздардай көрінді. Алайда тәжірибелі аңшы ағамыз көмекке бару керегімізді айтып, бірден аттана жөнелді. Бізде не болғанын білу үшін тез арада жетіп бардық. Қоянға кезігіпті. Оның да жолы болып әніне кіріп үлгерді. Бірақ бұған еш мұңая қоймадық. Себебі алдымыздан тағы бір қоян шықты. Оны шамамен 3-4 минут қудық. Осы жолы біздің жол болды. Тазылар мен аңшы жігіттердің жылдам қимылының арқасында тез ұстадық. Ішіміздегі үлкен Мергенбай ағамыз, біздің ұстазымыз, тазы жүгіртіп, ат жүгіртіп жүрген 18 сері жігіттер. Осы жігіттердің енді атынан естелік. Ол енді қар жауған сайын қансонарға кеп тұрыңыздар. Қазақтың салт дәстүрін дамыта берейік. Жастарды өсіп, тазы өсіріп, аң аулауға баулай берейік. Ұстаған олжаны ағаларымыз бізге берді. Әрдайым қанжығамыз майланып жүрсін деген тілектерін айтты. Ал күн ұясына батпай үйге жетуіміз керек деген соң бүгінгі саятшылықты осымен аяқтадық. Бірінші рет саятшылыққа шығып, бірінші қоянды ұстадық. Жігіттердің бәрі аңды дәстүрлі жолмен аулайды. Қай жануарға кезіксе де итпен аулауды әділ деп біледі. Бұл біздің дала заңымыз деп түсіндірді. Еркебұлан Жақыбай, Ерлан Азанбай, Таңжарық бағдарламасы.